Таудан шықтық. Әрең дегенде біраз уақыт алды. Міне екі таудың ортасынан шықтық. Ауылға жеттік. Good morning. Қайырлы таң. Доброе утро. Өте сарсарданан аламай күн салымынан доғыттор. 11-ші күн 11 ден day 11. Дигереске жақындап қалдық. Сегодня 11-й день или 10-й день, я забыл. Бүгін 10-ші күн ба, 11-ші күн ба ұмыттым. Today maybe 11th or 10th day. Confused. So again I'm crossing one mountain. Already crossed. So let's go. Ал кеттік ауылға.
Ал достар, бүгін 11-ші күн ба, 10-ші күн ба жаңылдым жалпы. Алматыға 2 күндей уақыт қалды. Ұзынағашқа 1 күндей уақыт қалды. Ұзынағаштан кейін 1 күн. Сегодня 11-й день или 10-й я потерялся. Короче, сбился с счета. I don't know which day is 11th or 10th. I'm confused. But I'm close to city Almaty, and now I crossed again like yesterday one mountain. So now I'm taking break, and yeah, I ate something, and my horse also eating something. Сейчас уже вечер, не знаю, я продолжу, потому что дождь, наверное, жаңбыр жауып кете ма деп ойлап тұрмын. Maybe going to rain. So I will wait a little bit and move away from this small village there. So атыма жем таусылды, жем болған еді. У меня сено было для лошади, закончился. My wheat for horse is finished now, so also last 2 days left. I think my horse will be without wheat can arrive past 2 days, I think, without no problem. Yeah, it's like that. Thanks for watching. Thanks for being with me. Please like, subscribe. Жазылыңыздар, лайкты басыңыздар, комментарийді аямаңыздар. Пишите комменты, лайкните, подписывайтесь. Қысқаша Алматыға жеткеннен кейін бір жоспарымды айта өтейін. Коротко о моем плане, если я доеду до Алматы. Short about my plan after reaching Almaty. So maybe I'm going to buy 2 more horses. So let's see. Yeah, when it's 2 more horses, my horse will be not anymore alone. So it will be family. So бір 2 ат алуым мүмкін. 2 бие ұрғаш алсам, бұл ат арғымағым жалғыз болмайды. Может быть, я покупаю еще 2 лошадей, чтобы арғымақ не чувствовал себя одиноким. Поэтому в будущем будет много туров с 3 лошадьми. Наверное, еще кто-то будет со мной. Посмотрим. Someone will be with me also for horse riding sometimes. Let's see if someone has some wish. Если кто-то пожелает, может кто-нибудь со мной. Если я куплю еще 2 лошадей, будет со мной иногда, наверное, если пожелает лошадиный тур сделать, да, так скажем. Ну, я думаю, вокруг Алматы особенно интересно будет. Посмотрим.